кеттік. 100-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 9-б сынып оқушысы мен Сәрсекүл Мөлдір Ғани қызы, жетекшісі Айтқұлова Маржан Мержановна. Менің қорғайтын тақырыбым Әлихан Бөкейханов туралы тың деректер мен құжаттар және оның реформасы. Кіріспе, осы тақырыптың өзектілігі Әлихан Бөкейхановтың қазіргі қазақ тарихындағы маңыздылығы және оның реформаларға тірек идеялары. 20-шы ғасырдың басында ғана емес, бүгінгі күнде де бізде оның идеялары және қазақ қоғамының жаңартуға бағытталған әрекеттері айқындалған. Әлихан Бөкейхановтың өмірі мен қызметі. Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан 1866 жылы Қарқалы ауылында дүниеге келген. Ол Әлихан атасы Барақ сұлтан болған. Ол қазақ хандығының соңғы хандарының бірі ретінде танымал болып, Әлиханның әкесі 19 жасында молданың қолына Қарқалыға алып барып, жергілікті молданың қолына оқуға береді. Алайда Әлихан Бөкейханов жеделдігі мен оның оқуға деген құштарлығы молдадан алған біліміне қанағаттанбайды. Одан кейін бізде Санкт-Петербургта Орман институтының білім алу үшін 1890 жылы оқуға түседі. Орман институтында жүрген уақытта ол Әлихан техникалық біліммен ғана шектелмей, Санкт-Петербургтағы университеттің факультетінде төтенше емтихан тапсырады, және ол заңгер дипломына ие болады. 1905 жылы Қарқалы петициясы қазақтардың патшасы болып, билігіне қарсы ашық қарсылық білдіреді. Алашорда үкіметінің құрылуы қазақ халқының ұлттық автономиясына жүзеге асады. Ол жерде бізде Әлихан Бөкейханов ұлт кеңесі төрағасы ретінде қызмет іске асады. Оның басшылығымен Алашорда қазақтары саяси, әлеуметтік және экономикалық мәселелерді шешеді. Әлихан Бөкейханов реформалары мен оның идеялары. Әлихан Бөкейханов қазақ қоғамында жаңартуға бағытталған реформалар мен идеалы көшбасшылығын бастайды, ерекше орын алып. Әлихан Бөкейханов ең негізгі реформалардың бірі білім беру және де білім беру жүйесін жетілдіруі, ол қазақ халқының білім деңгейін көтеру, яғни қазақ тілімен оқыту және жазуды дамытуға ерекше көңіл білдіреді. Қазақтардың петициясы арқылы Әлихан Бөкейханов қазақ халқының жер мәселелерін және де халықаралық деңгейге жер мәселелерін халықаралық деңгейге көтеріп, ары қарай бұл петицияны қазақтар өздері жалғастыра бастайды. Әлихан Бөкейханов реформалар мен идеяларын жүзеге асыру маңыздылығында бізде Иртиш бар, және де Омич газеттері болды. 1917 жылы құрылтай жиналыс кезінде алаш партиясының мандаттары Әлихан Бөкейхановтың реформаларын асырылуына маңызды қадам болып табылған. Әлихан Бөкейхановтың реформалары жүзеге асырылуы, яғни бізде Әлихан Бөкейханов реформалары жүзеге асырылуы қазақ халқының ұлттық бірлігін нығайту және де тәуелсіздікке ұмтылысын арттыруға бағытталған тарихи кезең болды. Әлихан Бөкейхановтың басты мақсаты қазақ халқының оқытуын біртұтасты ұлт ретінде дамытуы және де Әлихан реформаларын тағы да бір маңызды нәтижесі ұлттық саяси санасын ояту болды. Әлихан Бөкейхановтың реформаларын жүзеге асыруы қазақ халқының ұлттық бірлігін және олардың саяси санасын оятуға бағытталған маңызды рөл болды. Әлихан Бөкейханов Қазақстан тарихындағы ерекше тұлғалардың бірі болып табылды. Әлихан Бөкейханов Қазақстанның ұлттық азаттық қозғалысында Алашорданың жетекшісі болған. Әлихан Бөкейхановтың идеялары жастарға үлгі болып табылды және оның ұлттық бірлік пен демократияны, құндылықтарын деген сенімділігін